Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Абай атындағы орта мектеп гимназиясының көркем еңбек пәнінің мұғалімі Бекбаулиева Зейнеп. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабақтың тақырыбы тоқу өнері, ілмек пен тоқу. Сабақтың мақсаты халқымыздың ұмытылып бара жатқан мәдени мұрасы тоқыма өнерін жаңғырту және халқымыздың ежелден келе жатқан көне де ізгі дәстүрі арқылы қазіргі заманымызға лайықты сапа түр беріп сәндік қолөнерді дамыту. Тоқыма өнері сәндік қолданбалы өнердің бір түрі. Қолмен тоқылған бұйымдар өзгешелігімен ерекшеленеді. Тоқу нағыз өнермен ұштасып қана қоймай, өмірде өзіндік стильге ие болуға мүмкіндік береді. Тоқыма кәсібі. Қазақстан жерінде тоқыма кәсібі 6-12 ғасырларда өріс алған. Бұл көбінесе оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың қалалық қоныстарында дамыған. Мақта мата тоқымаларын бата, көз, тор, шыт деп атайтын. Мал жүнінен сырт киім үшін жүн мата тоқыды. Жібек мата Қытайдан, Ферғанадан және Самарқаннан тарады. Бұл кездегі жіп иіру тоқу құралдары мен тоқыма станогының қалдықтары археологиялық қазбаларда кездеседі. Балалар, қазір мына суреттерге қарай отырып, сұраққа жауап беріңдер. Көрсетілген суреттердегі бұйымдардың қандай тәсілмен орындалғанын айтып беріңіз. Қайсысы артық деп ойлайсыз? Сіздерде тоқыма бұйымдар бар ма? Олар туралы айтып беріңіздер. Ілмек бізбен тоқу технологиясы. Негізгі шалу, тізбек бірнеше үлпілдек шалудан жасалған тізбектер алғашқы немесе тоқылуға тиіс бар бұйымның бастапқы негізі болып табылады. Қысқа шалу. Ілмекті тізбектегі 3 шалудың алдынан артына қарай өткізеді. Содан соң ілмекке жіпті орап, оны ілмектегі 2 шалудан өткізіп алады. Жай шалу. Ілмекті тізбектегі 3 шалудың алдынан кері қарай өткізеді. Ілмекке жіпті орап шалып алады да, сонан соң жіпті тағы орап, оны ілмектегі 2 шалудан өткізіп алады. Біздің құралдарымыз дайын. Ең бірінші, жіптің кішкентай жағын бас бармағымызбен су саусағымыздың ортасына қыстырып ұстап тұрамыз. Ал шынар жағымызбен жіптің ұзын бөлігін қысып ұстаймыз. Тоқымаға арналған ілмекпен су саусақтың үстіндегі жіптің астынан өткізіп, толық 360 градусқа айналдырамыз. Міне осылай. Бұл біздің алғашқы тізбегіміздің ұшы болып есептеледі. Содан соң жіптің астымен алып, міне ұшы мынандай болып көрініп тұрады. Астыңғы жағына бағыттап, жаңағы оралған баудың ортасымен былай өткізіп шығамыз. Бұл біздің тізбегіміздің алғашқы бөлігі. Мына соңғы қалған жіпті қаттырақ тартып тұрсаңыз, өте жақсы. Бұл сіздің тізбегіңіздің ағытылып кетпес үшін қажет болады. Міне осы әдіспен жалғастыра береміз. Бұл әбден үйреніп кеткенше қайталай берген абзал. Егер қалың етіп алғыңыз келсе, онда жіптердің арасындағы тығыздықты үлкен етіп алғаныңыз жөн. Мысалы былай. Қалыңдап алғыңыз келсе, былай ала бергеніңіз өзіңізге жақсы. Бұл жіптердің түрлерін, олардың түстерінің айырмашылықтарын алдағы жазбаларымызда жариялайтын боламыз. Оның үшін сайтта бірге боламыз. Міне, ең алғашқы тізбекте, ең басында біз тығызырақ алдық. Ал өз қалаңызға қарай мынандай етіп жуан етіп алсаңыз, артық етпейді. Бұл біздің алғашқы сабағымыз болды. Екінші сабағымызда осы тізбектен баған құруды үйренеміз. Ал бүгінге осы үйге берілетін тапсырма дәл осындай үлгімен тізбек жасап шығу. Қауіпсіздік ережесі.
Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған болу керек. Орындық арқасы сүйеніп, тік отыру қажет. Тоқу кезінде арқасы бар орындықта басты сәл иіп отырады. Ілмек біздің ұшы қауіпсіз шектелген болу керек. Жұмыс соңында барлық құрал-жабдықтар жәшікке жинап салу керек. Сарамандық жұмыста қауіпсіздік сақтай отырып орындаймыз. Тоқыма өнері дегеніміз не? Тоқыма кәсібі қай жылдары бастауын ала бастады? Ілмек бізбен тоқудың қандай түрлері бар? Үйге тапсырма, қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, ілмек бізбен тоқып үйрену.